Ішек құрттың барлығы паразит емес, паразиттің барлығы ішек құрт емес. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі видеомызда біздер қалай анализсіз ішіңізде құрт бар ма, жоқ па екенін білетін боламыз, және де оған ешқандай дәрі-дәрмексіз емдейтін боламыз. Сол үшін біздің арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең басты каналымызға тіркеліңіздер. Ары қарай сізге ең қажетті болатын ақпаратты ұсынатын боламыз, тек қана қазақ тілінде. Ішек құрттары ең жағымсыз паразиттердің бірі болып табылады. Сол себепті дүние жүзінде мысалға 8 миллиард адам болатын болса, соның 3 миллиардында ішек құрт бар. Ешқандай одан ұялудың да қажет жоқ. Неге десеңіз, адам туылғаннан бері паразиттермен бірге туылатын болады. Яғни адам туылғанда өзі ішінде бактериялар болады, бірақ ол бактериялар керекті және керек емес бактериялар болып табылады. 3 миллиард адам мысалға ішек құртымен ауыратын болса, оның барлығы Африкада немесе ауылды жерлерде тұрмайды, жоқ. Европада да, ақш-та да, небір ақсаусы, ақсүйек адамдар, аристократтарда да ішек құрты болады. Одан қысылудың қажет жоқ, ол бізбен бірге туылып, өсіп, бізбен бірге бізде қоректенетін паразиттер ғой, былай айтқанда. Бірақ сол ішек құрттарды қалай анықтаса болады? Анализсіз, әлде де басқа да бір процедурасыз деген сұрақтарға жақсылап тыңдап алыңыздар. Енді 3-4 фактордан тұрады. Сол факторлардың барлығын айтып өтіп кетейік. Егер сізде осындай жағдайлар болатын болса, то сізде точно ішек құрты бар ағайын. Сол себепті мұқият тыңдаңыздар. Бірінші себеп, бірінші белгі ол бруксизм деп аталады. Бруксизм дегеніміз барлығыңыз білесіздер, тіс қайрау, тісті қытырлату. Көрген боларсыздар, балаларыңыз кішкентай кезінде көбірек ұйықтап жатқан кезде, әсіресе түнде тісін қатты қытырлатады. Қысырлатып, адамның жүйкесіне тиетіндегі қысырлатады, бірақ өзі сезбейді негізі. Вот сол адамда обязательно ішек құрт болады. Ол екінші жағдай. Енді тағы бір мәселе бар, балада бетінде, именно бала кезінде бетінде ақ дақтар пайда болады. Ақ дақтар неден пайда болады? Сол ішек құрттың белгілері болып табылады. Яғни 99%, 99% именно сол ақ пятналар болатын болса, ақ дақтар болатын болса, онда міндетті түрде паразитологқа барып көрінген абзал ағайын. Келесі жағдай үлкен кісілерде деп болады. Үлкен кісілерде ең главный белгісі көбінесе салмақ тастау немесе салмақ тез жинап алу дейміз. Неге адам құрты бар кезде, құрт былай көп белсенді болған кезде именно салмақ тастап кетеді? Неге десеңіз, іштегі керекті, қоректі заттардың барлығын жеп атқаннан кейін біз азбай қайтеміз. Дұрыс қой. Бірақ салмақ жинап алатындар да болады. Неге? Көп адам салмақ жинап алатын болады. Потому что именно құрттар, ішек құрттар тәттіге өте құмар болады. Өтеге құмар болған біз тәттіні жей береміз, олар сонымен қоректене болатын болады. Бірақ сол тәттіні жеген сайын біз не істейміз? Салмақ қосып аламыз. Вот сондай жағдайларда болады ағайын. Тек қана салмақ тастағаннан да болмайды. Ал енді достар, тақырыбымыздың ең басты мақсатына көшейік. Қалай дәрі-дәрмексіз, қалай шөп-шалаңсыз, жалпы барлық препараттарсыз адам өз организмінің өзі құрттарды түсіре алады. Біріншіден, ең басты мәселе, адамның организмде құрттарды өлтіретін нәрсе бар. Ол да болса желчь, яғни өттен шығатын желчь дейміз ғой, былай айтқанда. Вот сол өт ең главный сіздеріңіз қорғаныңыз да сол, организміңіздің ең главный защитасы да сол болып табылады. Сол себепті, егер құрттарды жақсы до конца өлтіремін десеңіз, сол өтті айдау керек. Яғни желчегонный процесс дейміз ғой, былай айтқанда. Ол үшін не істейміз? Кәдімгі қарапайым сол желчьті айдайтын шөптерден қолдансақ та болады. Неме десеңіз, былай көбірек су, минералка, газсыз минералка ішу керек. Газсыз минералка ішсеңіз сол өтті айдайды. Именно шөптер болады. Аптекада көресіз ғой, былай айтқанда. Көрген кезіңізде именно желчегонный қандай шөптер бар дейсін болсаңыз, сол шөптерді алып ішетін болсаңыз, ешқандай давление көтерілмейді, уайымдамаңыз. Сол именно желчьті айдаған кезде, яғни сол желчь ең главный олардың қатерлі жауы болып саналады. И
мынау құрттары шыққан кезде глистің барлығын айдап шығады. Бірінші, екінші суткаларда сол құрттар, яғни ішек құрттар, яғни глисттар, олар паралич болып қалады, былай айтқанда. Жүре алмай қалады, и сол себепті шығады. И қалған мынау остатықтардың барлығы үлкен дәретпен шығып отыра беретін болады. Бірақ ол бірден болмайды, әрине. Бір апта 10 күн ішуге тура келеді, өйткені ол ішіңізде өмір бойы жиналған глистлердің барлығын бір күнде ішіп, бір күнде бітіремін деген сөз емес қой, ол дұрыс па? Ішек құрттарды емдеу үшін түрлі дәрі-дәрмек ішіп жатамыз, ол рас нәрсе. Бірақ ойланып көріңіздерші өздеріңіз. Ішек құрт ол тірі организм. Тірі организмді өлтіру үшін не керек? У керек. Токсин керек, у керек. Ал сол ішіп жатқан дәрі у болып, яғни нейротоксин болып табылады. Енді ойлаңыз, тірі организмді өлтірген нәрсе бізді өлтірмей ма? Дұрыс қой. Сол себепті ішіп жатқан дәрілердің барлығын өте абайлап ішу керек. Неге десеңіз, бірінші очередь естеріңізде болсын, дәрі ішерден бұрын сізде именно қандай құрт бар екенін белгілеп біліп алуыңыз керек. Неге десеңіз, оны қандай құрт болып білмесеңіз, просто так дәрілерді іше беретін болсаңыз, мысалы, реклама істеп жатқан дәрілер бар, әртүрлі дәрмектер бар. Соның барлығын іше беретін болсаңыз, не болады? Жалпы өзіңізге зиян болады. Яғни побочный эффект, кері әсерін беретін болады, ағайын. Түсінікті ғой. Ал енді біздер мынау қандай еммен, қандай шөптермен емделсе болатын қазір айтып өтейін. Білетін болсаңыздар, пижма деген өсімдік бар, полин дейміз, яғни мынау тауда өсетін. Қазір енді дәріханалардың барлығына кірсеңіз, пижма, полин бар ма десеңіз, оны сізге мындай пакеттіктерге, коробкаларда береді, основном. Бірақ пижма, полинді ішкен кезде үлкен кісілер абайлықпен ішу керек. Неге десеңіз, ол давленияны көтеретін болады. Екінші, біз үйреніп қалған чеснок болады. Бірақ чеснок шығарады, бірақ көп емес. Кішкене былай айтқанда ішек құрттар паралич болып қалады. Паралич болғаннан кейін оның жартысы шығып қалады, бірақ емдемейді, ол кішкене құрттарды түсіруі мүмкін. Бірақ түскен құртпен до конца айырыламыз деген сөз емес ол. Дұрыс қой. Ал үшінші мәселе, бұл жерде естіген боларсыздар, ең основной безобидный, былай айтқанда, ең кері әсерсіз, ешқандай несіз, именно асқабақтың дәндері болады. Асқабақтың дәндерін өздеріңіз былай аршып, жеп, кептіріп жесеңіздер де болады. Бірақ қазіргі таңда магазиндерде толып жатыр. Мысалы үшін семечка сататын жерде көрсеңіздер, күнбағыстың семечкасының қасында сол именно асқабақтың дәндері болады, соларды алып жесеңіздер болады. Енді ешқандай давление көтермейді, ешқандай аллергия бермейді деген сөзім ғой ол жерде. Сол жағдайлардың барлығын болдырмау үшін, ағайындар, ол главный гигиенаны сақтау керек. Қалаған паразитологқа барсаңыз, қалаған бір маманға барсаңыз, сізге айтады, бірінші гигиенаны сақтау керек, яғни қолды жуып, жеп жатқан асыңызға көңіл бөлу керек. Яғни егер көкөніс, жемістер жейтін болсаңыз, не істеу керек? Міндетті түрде жуып жеу керек. Оны тазалап жумағаннан кейін, оның барлығын бетінде неше бір түрлі құрттан да бөлек, басқа дүниеде бар, оның опасный, былай айтқанда, химикаттар бар. Сол үшін жеміс-жидекті өте мұқият жуғаныңыз дұрыс. Ал достар, енді келесі видеоларда біздер полный ішек жайлы барлығын айтып өтеміз. Егер сіздің ішіңіз қатып, немесе ішіңіз дем болып жүрген болатын болса, өткен видеоларды біздің каналымызға тіркеліп тамашалауыңыз мүмкін. Бүкіл ең қажетті ақпараттың барлығын толықтай айтып өткен болатынбыз. Соның барлығын талқылап, егер өздеріңізде қандай да бір сұрақтар қалған болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ең басты дендеріңіз сау, саламат болыңыздар, ағайын.